Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыпты бастамастан бұрын біз үй тапсырмасын пысықтап алайық. Ол үшін EducaPlay платформасы арқылы бірнеше сұрақтарға жауап беріп кететін боламыз. EducaPlay платформасында біз осы жерде бір басталады. Бізде қар тасымалдау қызметін қана атқарады. Бізде жоқ деген шығады. Келесіде қар тасымалдау қызметін ғана атқарады. Осылайша біз үй тапсырмасын орындайтын боламыз. Дұрыс емес болса, осындай белгі шығады, дұрыс болса, жаңағыдай белгілер шығатын болады. Ал енді біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Келесіде бізде ой қозғау арқылы тыңдалым алды сұраққа келетін боламыз. Ода біз білім алушылар сіздерге сұрағым бар. Ағзаның жұқпаларға және кез келген бөтен бөлшектерге тұру қасиеті не деп аталады? Және ағзаны жұқпалардан қорғаудың қандай әдістері бар? Біз осы ой қозғау кезеңде тыңдалым алды осы екі сұраққа жауап беріп, жаңа тақырыпқа енуге бір қадам жасаймыз. Әрі қарай жаңа тақырыпқа ену үшін кинометафора әдісі арқылы бейнеролик көріп алайық. Жүрек пайда болатын иммунитетке қатысатын жасушаның екі түрі антигендерді екі түрлі әдіспен таниды. Б жасушалар немесе Б лимфоциттер әртүрлі арнайылықпен антиденелердің үлкен жиынтығын шығарады. Әр антидене құлыққа. Осылайша біз бүгінгі жаңа тақырыпқа енуге бейнеролик көретін боламыз. Ал енді балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз иммунитет, гуморалдық және жасушалық иммунитет және Б лимфоциттердің әрекет етуі. Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз лейкоциттердің түрлі типтерінің қызметтерін сипаттау, гуморалдық және жасушалық иммунитетті салыстыру. Ал ендеше осы тақырыпты біз тереңірек түсіну үшін терминмен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл ең бірінші иммунитет, бұл ағзаның жұқпалы және кез келген бөтен бөлшектерге қарсы тұру. Екіншісі фагоцитоз, микробтарды лейкоциттерін жою үдерісі. Жасушалық иммунитеті антидене микробтарды жоятын немесе қорғаныш иммунитет деп аталады. Сол сияқты лейкоциттерге де осындай жауаптар береміз. Одан кейін тақырыпты әрі қарай кеңінен пысықтау үшін мен сіздерге сәйкестігін тап деген тапсырма беретін боламын. Оның өзінің дискрипторы бар, лейкоциттердің типтерін біліп, сәйкестендіре алатын. Бізде одан кейін келесі тапсырмамыз биологиялық диктант. Менің бір-екі минут кетейін. Ағзаға жаңадан белгісіз не түскен кезде оның пайда болуына арнайы қандай қызмет жасалатын болады. Бізде одан кейін Вен диаграммасы. Вен диаграммасы дегеніміз жасушалық иммунитет пен гуморалдық иммунитеттің айырмашылығы мен артықшылығын айтып, оның ортақ белгілерін белгілейтін боламыз. Одан кейін бізде сабақты пысықтау үшін тест тапсырмалары, сол тест тапсырмаларын белгілейміз. Бізде одан кейін кері байланыста біз бір ауыз сөз арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни балалар бір ауыз сөз арқылы бүгінгі сабақтан алған сезімін, білімін осы жерде айтып кететін болады. Енді әрі қарай біз балалар үйде иммунитет, жасушалық және гуморалдық иммунитетті оқу және иммундық жасушаның кез келген түрінің жұмысы туралы эссе жазып беруге болады. Ал енді сау болыңыздар балалар.